Әңгімелер жинағы каналына қош келдіңіздер. Достар, араларыңызда 90% оқырман арнама тіркелмеген екен. Сондықтан төмендегі подписаться деген бөлімді басып, қазақша контентті қолдап отырыңыздар. Аурухана төсегінде жата-жата, еңсесі езіліп, мүгедектер арбасында отыра-отыра, әбден зерзап болған Маржан бүгін протез аяқ кимек. 4 мүшесі сау, 4 құбыласы тең адам, бақыт дегенің не нәрсе екенін түстеп танып, жарытпасы анық. Жер басып жүру дегенің теңдессіз бақыт екен-ау. Қалай білмегенмін. Сол бақыт құшқандарымен иықтаса алар күн туса ғой шіркін. Бір сәттік қуанышым, демде күдік алмастырып, өз аяғымдай болу қайда? Бірақ жасандының аты жасанды емес пе деген сұрқайы ойлар қалмалап тұңғиыққа тарта жөнелді. Маман дәрігердің жылы лебізі, үміт отын үрлегендей көзінен қуаныш ұшқындайды. Бірде шетелде әкеңнің тапсырмасымен жасалған. Өз аяғыңнан кем болмайды деді. Сол жасанды аяқпен алғаш бойын тіктегенде аяғын апыл-тапыл басқан сәбидей қалт-құлт етіп денесін әзер игергені рас. Бірақ бұл жай көпке созылмады. Әлсіздігін жеңуге тырысып бақты. Қайтсем де жүруім керек деген ішкі талпынысы жігерін қайрап тек алға жетеледі. Бұдан былай жүруге жаттығу күні бойы айналысатын тиісті жұмысына айналды. Бірде мөлдір иіннің іргесінен өтіп жатқан орталық көшеге түсіп, иін тірескен халық нөпіріне қосылды да алға қарай кете барды. 2 аяғымнан тік тұрғызып, тағы бір мүмкіндік берген Аллаға тәубе. Айналасына самарқау көз тастап қояды. Қала көшелерінде сол баяғы көрініс. Ілгері кейін қайшыласа зымыраған сан түрлі автокөліктер, ары-бері сабылған адамдар. Бірінің екіншісімен ісі жоқ, өзін қызықтыратын, ештеңе қаламағандай көңілі күңгірт тартты. Өмірдің тарам-тарам жолдарынан өз соқпығына түсіп, тіршіліктің керек жарағын тірнектеуге тырпыштанып, безектегендер басқаның қайғы-қасіретін қайтсын. Кенет жолдың арғы қапалында өзгелерден оқшауларақ бағдаршамның жасылын күтіп тұрған таныш жүз жылы ұшырағандай анықтап көз салды. Күйеуі. Ол жалғыз емес еді. Қолтықтаған әлде келіншек, әлде бойжеткен, әйтеуір біреу бар. Қыз жүзін ары бұрып, күйеуіне бірдеңкені айтып, наздана қарайтын сияқты. Жүрегі кеудесінен бұзып сыртқа шығып кетердей атқақтай соқты. Көз алды тұманданып, бұлыңғыр тартты. Басы айналғандай ма, әлсіздікті сезінді ме, енді жайлана бастаған көңілін мына көрініс ойран асыр етті. Көпшілік арасынан сытылып, былай таман жол шетіне қарай ойысып, сол арадағы жуан терекке арқасын сүйеп, терең тыныстады. Жанарынан ағыл-тегіл моншақтаған жас бетін жуып, омырауына құйылып жатты. Осы сәтте өкпе тұсынан «Маржан» деген дауысқа жалт қарады. Ойлы қара көздері кеңейе түскен ақ құба әдемі келіншек тұр қасында. Жанары шарпысып қалды. Бетінде тарам-тарам боп жүгеленген жасты құрғатуды қажет деп паппаған Маржан. Есенгүл деп 2 қанатын жая ұмтылды. Есенгүл де қарсы жүріп кеп құрбысын құшақтады. Маржан Есенгүлдің бауырына жылу іздегендей тығыла түсіп, іш құсасын білдіре ұзақ өксіді. Маржан, басыңнан өткен жағдайыңды естігенмін. Болған іске болаттай берік бол демей ме, даналар? Менің де кеңесім сол. Маржан шағын сөмкесінен қол орамалын шығарып, көзін, бетін сүртті. Мені қайдан тауып келдің деді Есенгүлге. Көлікпен өтіп бара жатып көріп қалдым. Сау адамның тұрысы емес-ау деген күдік қолды аяққа тұрғызбай осылай қарай жетеледі.
Көлігімді сол тұсқа қалдырып кеттім. Алғысым шексіз өзіңе. Ебіл-себіл болуыңа себеп не құрбым-ау? Осы әзірде ғана сатқын күйеуімді көріп қалдым. Сатқын? Иә, сатқын. Сау кезімде алдымда құртша жорғалайтын күйеуім кеселге ұшырағаннан кейін менен сырт айналды. Сүйіктісін тауып та үлгергені жаныма шаншудай қадалуда. Демек, үлкен есеппен үйленген ғой. Қызметке әкемнің арқасында жеткені есінде жоқ. 2 баланы да ойламағаны ғой оңбаған. Есенгүл, тапталған намысым, ашу-ызамды келтіріп, аналардың 200-лігін әшкерелеуім керектігін санама сезбек деймін. Тәуекел Дария, кештіретіні рас екен. Дәл қазір ештеңеден танияр емеспін. Не істемек ойың бар? Әлгілердің соңынан қуып барамын. Менің үйімде сайран салуға жол бермеймін. Өтінемін сенен, өзіңнің көлігіңмен үйге алып баршы. Өтінемін. Барайық, бірақ ашуды ақылға жеңдіре білмесең, денсаулығыңа кері әсер етуі мүмкін екенін ұмытпа құрбым. Дұрыс айтасың. Екеуі көлікке қарай беттегенде, Анатайда Маржанның күйеуі Аслан төбе көрсетті. Олар осылай келе жатыр. Жолдың арғы жиегінде күтейік. Мен көрінбейін деп Маржан құрбысының тасасына бой жасырды. Есенкүл екеуін көзінен таса еткен жоқ. Міне, олар жақындай түсті. Тығыршықтай денелі жігіттің 2 езуі 2 құлағында. Аяғын санап басулары еш алаңсыз жайбарақат орнықты жағдайды көрсеткендей. Маржан, қасындағы бір кездегі жан досың Марал ғой, деді Есенкүл. Енді ғана таныдым. Жай басып кеп Маржан жолын бөгеді. Аслан, деді еркелеген нәзік үнмен. Жігіт селт етті. Қарсы алдында аппақ тісін көрсете ақсия күліп тұрған Маржанды көргенде сасқалақтағаны соншақ сары өңі бір қызарып, бір қуарды. Сүйіктісінің қолтығынан қолын тартып ала қойды. Маржанға бастан аяқ көз жүгірді. Даусы дірілдеп, Маржан, жаным қалайсың деп келіншекті бетінен сүйді. Көріп тұрғаныңдай, жақсымын. Осы сәт Марал досы ұйқыдан оянғандай. Маржан деп ұмтылып еді, оны көкірегінен итеріп жіберіп. Іштен шыққан сұр жыландай ирелеңдемей баршы әрі деп зілдене сөйледі. Ардан бір жола безген екен досым. Ұяттың жұқанасы қалған сияқты бетіңде, деді күйеуіне. Балалар қайда? Атасы мен апасының қасында. Балаларды ауылға апарып тастап, менен іргеңді аулақ салып, ғашығыңмен еркін бой жазған сәтіңе куә боларымды ойламадың ба сірә? Қайдағы ғашық? Балаларымды сағындым. Бүгіннен қалдырмай жеткізетін бол. Жеткіземін, уайымдама. Сонан соң коттедждің кілтін әкеп бер. Егер маңдай теріңді тамшылата қиналып тұрғызған үйің болса, жын ойнақ жасайтындарға жалға беріп, табыс көзіне айналдырмас едің ғой. Оны қайдан шығардың? Тыңда, мен айтсам бірдеңкені біліп айтамын. Тисе терекке, тимесе бұтаққа демеймін. Адам жіберіп, бір нәрсе мәрте тексерткенмін. Тексерушілер дұрыс ақпарат бермеген саған. Заң жүзінде ажырасып, алиментке беремін. Маржан, кешірші, ажырасқым келмейді. Менің үйімде әкем орналастырған қызметте емін еркін көңіл көтеру қолайлы. Ажыраспасаң, қасыңдағыға қалай үйленбексің? Оған неге үйленім керек? Оның күйеуі бар емес пе? Өтірікті де адам иланатындай қисынымен айтсаңшы. Табансыздығың, тайғанақтығың, 200-лігің жыныма тие бастады. Қолыңнан істегенді мойныңмен көтеріп, нағыз ер азамат сияқты ағыңнан жарылсаң, мүмкін ойланар ма едім. Маржан, балаларымнан айыра көрме, кешіре алсаң кешірші. Адам қиын қыстау кезеңде танылады. Бұрын танымай келіппін әттең. Мына бейшаралығыңды көңіліме сіңіре алмай, сен үшін қатты ұялып тұрмын. Маржан, қандай бейшаралығымды көріп тұрсың? Бұрынғы сол Асланмын.
Сенімен сөз жарастыруға зауқым жоқ. Машинаны да әкеліп қоярсың осында. Кілтін қолыма ұстатасың. Енді өзім жүргіземін. Жарайды, дегенің болсын. Қызметіңде де қалар-қалмастан да екі талай. Әкем опасыздығыңнан бейхабар. Енді шындықты жасырмаймын. Маржан, бәрі сен ойлағандай емес. Марал сөзге араласып еді. Маржан сөзін аяқтатпай тыйып тастады. Мен арқылы әкемнен көрген көрмегіңді ұмыта қоятын жөнің жоқ еді. Жақсылығымды жамандықпен қайтардың. Сен опасыз, аяр мені туған күніңе шақырып, сусынға ұйықтататын дәрі қосып беріп, апатқа ұшыратып, өлгенімді тілеген жоқсың ба? Опасызсың сен. Маржан, не айтып кеттің? Ойыңнан шығара берме өйтіп. Нағыз шындық, тілге тиек етіп тұрғаным-ай, арамзалығың үшін сені сотқа беруім де мүмкін. Маржан айтарын айтып боп, Есенгүлді қолтықтап жөнеле берді. Бұлай шыға бере Есенгүл, Маржан Маралдың сусынына ұйықтататын дәрі қосып бергені рас па деді. Рас, қанның құрамын тексергенде анықталды. Айтарға сөзім жоқ. Біздікіне барайық. Есенгүл, апаммен таныстырып қояйын сені. Есенгүл кеткеннен кейін Маржан төсегіне жата кетіп ойға шомылды. Уақыт өткен сайын алыстай беретін қайталанбас жастық шағының есінде қалған үзік-үзік суреттері, көріністері көз алдынан өтіп жатты. Маржан ауқатты отбасында туып өсті. Ішкені алдында, ішпегені артында дегендей, байлықтың шалқарында балықтай жүзіп, бұлаңдап өсіп бой жетті. Бәріне тіпті қастерлі ұғым ретінде дәріптелетін құндылық атаулыға байлықты өлшем етті. Сөйтіп жүріп, мектеп бітірді. Жоғары оқудың да есігі Маржанға айқара ашылды. Есенгүлмен алғаш рет бір бөлмеде тойқаласты. Қызға бастан аяқ тыжырана көз жүгірткен Маржан жыланша жиырылды. Суқаны сүймегенін бет әлпетінен ақ байқатқан. Бөлмесіне ұнамағанын Есенгүл де сезді. Есенгүлдің бір аяғын сылтып басатын кемістігі бар еді. Кемтарлығымен қоса, кедей қызбен қатар жүріп тұруды бойына мін санаған сыңайлы. Үлдемен бүлдеге оранып, өзінде бар мен өзге ұрған, сәнқой бой жеткен бақыт дегенді байлықтың баламасы деп ұқты. Бірінші курста ақ әкесі оған қымбат көлік сыйлаған. Есенгүл көп сөйлемейтін, ықпалылардың ырқына қоғадай ілуі әдетіне айналған. Бір торға есті қыз, сабаққа алғыр, алдында құрақ ұшып, жарман сақтауды әбестік санайтын мінезі Маржанды шапқа түрткендей жындандыра түсті. Оны сырттай өз атымен емес, ақсақ қыз деп атайтынды шығарды. Маржанның қолтығына тығылушылар да ақсақ қыз деп Есенгүлді дәл солай атай бастады. Бірде достарына, анау біздің бөлмедегі ақсақ қыздың суреті оқу озаттарының қатарында тақтаға ілініпті деп сампылдай сөйлегені сабақ беретін ұстазының құлағына шалынып қап, ескерту алғаны бар. Маржанмен жеке сөйлескен ғалым ұстаз, байлық жуса кетіп қалатын қолдың кірі. Өмірде мәңгілік өзгермейтін ештеңе жоқ. Ертеңін бүгінмен өлшеу ағаттық. Байдың кедейленіп, кедейдің байып кетуі әбден мүмкін. Сен ақсақ қыз деп аттандырған Есенгүл іштен солай тумаған. Келеке мазағыңның нысанасына айналған қыздың бұндай күйге қалай душар болғанын білсең, жылар едің сен. Бетіне қатты айтқаны сол, ұстазын соңғы кездері жиі есіне алатын болып жүр. Бірде сабақтан енді ғана келіп, бөлмеге енген Есенгүл мен әлденеге көңіл күлі болмай отырған Маржан байланыса түсті. Тапырлатпай аяғыңды көтеріп бассаң, нең кетеді? Тарпаң жүрісіңнен ақ жүйкені жұқартып біттің ғой, деді оған ішіп жеп қоярдай түнере қарап. Көтеріп басуға аяғым жарамайтынын біле тұра, неге өшің бардай шүйіле бересің, деді Есенгүл ашуға булығып. Сені мүгеде қылған мендей-ақ шатыспағың ғой,
дауыс көтеретін сен кімсің өзі? Мүгедек болмаймын деп Құдаймен келісім шартқа отырып бедің сен? Күлме досқа, келер басқа дегенді қаперіңде ұстағайсың. Сен тым асып барамын деп ойламайсың ба? Әр нәрсенің де шегі бар. Айылыңды осы арадан жия қоймасаң, көп асқанға бір апат, кесірлерге бір кірәпат болары анық деді де бұрылып жүре берді. Есенкүл сол күні ақ бөлек бөлмеге ауысып, кесірлі бой жеткеннен іргесін аулақ салған. Жаңа қонысының байырғы тұрғындары соңғы курс студенттері екен. Олар диплом жазу үшін пәтерге шығып кеткендіктен Есенгүл бөлмеде өзі жатты. Әлгіндегі Маржанның өктемсуі, мүгедектігін бетіне басуы жанын қатты күйзелтетін еді. Көз жасына ерік береді. Жылап жатып ұйықтап кетіпті. Есенкүл, орныңнан тұр, мойыма, бәрі жақсы болады деген анасының даусынан ұйқысы шайдай ашылды. Апасының алдында алып, айналып, үйіріліп, бетінен құштарлана сүйетіні есіне түсіп, жанарынан мөлдір тамшы сорғалай жөнелді. Өгей шешесіне қаршадай қыздың жүріс-тұрысы да, өзі де сөзі де жақпаған. Әкесінің көзін ала беріп қағып жіберіп, итеріп қалып, қақпалақтың тасындай қақстыратын. 5 жастағы кезі. Байқаусызда бір шыны сындырып қойған үшін шапалақпен жағынан салып жіберіп, шырылдатып жылағанына да қарамастан, сыртқа қарай қолынан дедектетіп жетелей жөнелетін. Қораның төбесіне шық деді, сатағашты көрсетіп. Тырп етуші болма деді, өгей шеше зекіп. Қимылсыз ұзақ отырудан жалыққан бүлдіршін ұйықтап кетіпті. Төбеден құлап кетеді. Аяғым-ай деп, жан даусы шыға безілдеп жылап жатқаны, үстіне бақытына қарай әкесі кеп қалғаны. Қызын жерден көтеріп алып, не болғанын сұрап біледі. Үйіне кірсе, әйелдің қағанағы қарқ, сағанағы сарқ, бейтаныс келшекпен ішімдік ішіп қызара бөртіп отыр екен. Адамға тән мейірімнен жұрдай қатыгез әйелмен бір шаңырақ астында мынадай жағдайдан кейін өмір сүру мүмкін еместігін сезген әке әйелімен бір жолата қоштасып үйден қуып жібереді. Сол күннен бастап аудандық, облыстық білікті мамандарға қаратып, қызын ұзақ емдетеді. Өкінішке қарай, Есенкүл аяғын сылтып басатын боп қалады. Маржан оқуын бітірісімен табысы мол қызметке орналасады. Әке дәулетінің арқасында қол жеткізген коттеджі, өзін жақсы көретін күйеуі, қымбат көлігі, ұлы мен қызы бар. Сол күні жандосы Маралдың туған күніне келе жатқан. Күйеуі іс сапарда, қалада жоқ еді. Рөлге отырып, ызғыта жөнелді. Кенет көзіне ұйқы тығылып қалғып кетті. Көлігі жол жиегіне қарай кілт бұрылып, әлденеге қатты соғылды. Көзінің оты жарқ етіп, қап-қараңғы түнекке жұтылып кете барады. Қай уақыт екені белгісіз. Көзін ашса, ақ халатты дәрігерлер басында төніп отыр екен. Қасында денесінен бөлек жатқан өз аяғын көріп, қайтадан есінен танып қалды. Маржан ауруханада ұзақ жатты. Бәрі бітті. Болашағым болдыр, күңгірт, бүйтіп қасірет шеккенше апат үстінде жан тәсілім еткенім дұрыс еді деді. Алла тағала көресісін көрсін деп тірі қалдырған ғой деп ойлады. Тағдыр тауқыметі жанын жегідей жеп, қайғының қара дауылы әбден сілпілдеді. Дөңгелек жүзі суалып, екі жағы пышақ жонығындай сорайып, адам танғысыз өзгерді. Әншейінде өліп ұшып тұратын күйеуінің өзінен теріс бұрылуы Маржанға дүние төңкеріліп кеткендей әсер етті. Отбасы жанашыры, отағасының мүтәйімдігі келіншектің адамдарға деген сенімін мәңгілікке жоғалтуға жеткізді. Басы аман кезінде қасынан бір елі қалмайтын достары көп еді. Солардың көп-ақ отбасының өзекті мәселелерін шешерде Маржанның көмегіне жүгінетін. Маржан, бәлен жерде танысың барды ма? Күйеуімді жұмысқа орналастырайын деп едім, Маржан.
інімді бір жерге іліндіріп берші деп тыным бермейтін ғой. Басына іс түсіп, екі дүние ортасында жатқанда солардың бірі де есігінен сығалаған жоқ. Сығалау былай тұрсын, телефон шалып, хал сұрауға да жарамады-ау. Соңғы кездері Маржанның есінен Есенгүл шықпайтын болды. Күлме досқа, келер басқа демеп еді. Табалап тұрғандай көрінеді. Өзінде жоқ артықшылық. Есенгүлдің бойынан мен мұндалағанда ішімнен қызғаныштың қызыл иті шабдалана тұра ұмтылар еді. Есенгүлдің өмірді тереңірек түсінетіні, әр нәрсенің қисынынан алдағы бет алысы қалай өрбитінін, соңы немен тырнарын болжай білетін ақыл зеректігі, ұшқыр ойлылығы таңдандыратын. Төсегінде мамандығына үш қайнаса сорпасы қосылмайтын, әр алуан ғылыми әдебиет оқып жатқанын көргенде, кітап не теңі екен деп тыжырынып теріс айналған. Есенгүл университетті үздік бітірді. Кейінгі өмірінен бейхабарсыз. Бір кезде қатар жүруден намыстанып, суқаны семейтін сол Есенгүл бүгін ең жақын адамы секілді. Жан қалауында, ауырған жерінің емінде Есенгүл табатындай, әйтеуір оған деген көңілі ала бөтен. Адам осылай да өзгереді екен-ау. Есенгүлсіз таң атып, күн шықпайтындай сезінген Маржан, күйеуі Бақыт екеуін сенбі күні түскі асқа шақырды. Бөлмеге бас сұққаннан ақ қабырғалардағы кітап сөрелеріне назар салған Бақыт, Маржан, бай кітапханаң бар екен ғой, кітаппен араларыңнан қыл өтпестей тату екеніңді байқатқандай деді. Өкінішке орай кітаппен кешірек басыма іс түскеннен кейін ғана достастым. Жарайды, ештен кеш жақсы. Кітапсыз адамның өмірі бос депті бір ойшыл. Кітаппен дос бол, кітаптың жомарт беттері, көзіңді тосар, адал дос одан жоқ тегі деп Расул Ғамзатовтың атамыз тегін айтпапты. Бақытта кітап құмарлардың бірі деп Есенгүл күйеуіне аялай қарады. Астан соң Бақыт рахмет айтып кетуге рұқсат сұрады. Сіздер асықпай әңгімелесе беріңіздер, мен балаларға барайын. Есенгүл қанша балаларың бар деп сұрауды естен шығарыппын ғой. 2 ұлымыз бар. Кешке Бақыттың ата-анасының үйіне қалдырып кеткеміз. О кісілер қала сыртындағы ауылда тұрады. Есенгүл, Маржан әңгімені ауанан басқа арнаға бұрды. Алдыңда кінәлімін. Саған жасаған қиянатым есіме түссе, кірерге тесік таппаймын. Назаңа ұшырадым. Жер басып жүргендердің бәрінен биікпін деп есептеппін өзімді. Ақыры тым асқақтағаным салдарынан мынадай күйге ұшырадым. Кешір мені. Есенгүлдің алдына басын иді. Жанарынан мөлдір тамшы құйылып жатты. Есенгүл орнынан ұшып тұрып, Маржанды 2 иығынан құшақтады. Бұның не, Маржан? Ол жайды әлде қашан ұмытып кеткенмін. Жүрекке түскен жара жуықта жазылмайды. Ұмытылуы да мүмкін емес қой. Жастық шақ қателікке ұрындыратын кезең ғой. Тәкаппар едің, бірақ қайырымды болатынсың. Басқаларға көмектесіп жүретінсің. Мені бұлай бағалайтыныңды білмеппін. Кезінде қатты ренжігенім рас, бірақ кек сақтап жамандық тілеугеннен аулақпын. Рахмет Есенгүл, сен болмасаң қайтер едім. Ішкі сырымды кім тыңдайды менің? Айтпақшы, күйеуің балаларыңды алып келді ме? Алып келді. Бақшаға бергенбіз. Таңертең әкетіп кешке қарай жұмысынан соң әкеліп жүр. Басқа тепсең кетпеймін. Маралмен ешқандай байланысым жоқ. Кездейсоқ кездесіп қалып, өткен кеткенді еске алып жатқанбыз. Оның саған қастандық жасағанынан хабарсызбын дейді. Тіпті не істерімді білмеймін. Тағы бір мүмкіндік бергенің жөн. Қабырғаммен ақылдасып көрейін. Балалардың туған әкесінен ажыратуға болмайды. Ол қиянат емес пе? Есенгүл алдыма үлкен мақсат қойып отырмын. Маржан жадырай сөйледі. Қандай? Есенгүл елең етіп, құрбы жүзінен таңырқай қарады. Опасы жігіттердің арбауына түсіп, алданып,
Құрсағындағы баладан құтылудың жолын іздейтін қыздар мен тастанды балалардың, панасыз аналардың мүддесін көздейтін бір іс ашсам деймін. Мынауың керемет қой, Маржан. Қарагөз бүлдіршіндердің шетелге сатылуын болдырмауға, санамыздың артуына, теңізге тамған тамшыдай үлес қоссам, өзімді бақытты сезінер едім. Бұл тек арманым ғой. Арман нақты іске айналу үшін әлі көк еңбектенуім, жүгіруім, миды істетуім керек. Дұрыс айтасың, бақыт заңгер ғой. Сұрағыңа жауап беруге әрқашан дайын. Рахмет саған. Сенің қолдайтыныңды ішім сезген. Маржан мен Есенкүл тұңғыш рет сыр ақтарысып ұзақ отырды. Досының көңілін аулаған Есенкүл жұмысы бастан асып жатса да, асығыстық танытпады. Достар, қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Араларыңызда 90% оқырман арнама тіркелуді ұмытып кетеді екен. Сондықтан қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға алдын ала рахмет.